Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біздің Тарас FIFA арнамызда үшеуміз жиналдық. Тарас FIFA, Сабо және де Алмаз. Сонымен достар, біз қазір кезекпен кезек пак ашатын боламыз. Алмаз, кезек? Сен, мен, Сабден және де үшеуміздің ішінде кім ең аз рейтинг жинайды, сол телефонды қолына алып, ең көп рейтинг жинаған адам мынаған звонда деп айтады, сол адамға звондап, в общем, жесткий прикол айту керек. Блогерлерге де звондаймыз, там Арман Пирмат, Нони, Майк Миллер номерлермен де бар. Қазір соларға да звондап көреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Кімдер олар? Лайк басыңыздар. Сонымен достар, мен бірінші болып пакты ашамын, және де бірінші пак менің қандай ойыншы шығады екен, қандай рейтингілі ойыншы шығады екен көрейік. Италия, вратарь, жақсы. Консигри, жақсы. Негізі бұндай пак үшін жаман емес, 82 рейтинг деген. Енді хотя бы соңғы орын алмау керек, звондап қалмау үшін. Енді келесі кім кезек? Сәбден сен ашасың ба? Давай мен ашайын. Әрі Құдай жар болсын. Құдай болды. Тағы дейік. Кетті. Ал, кеттік. Сразу. 82 рейтингтен төмен болса, спокойно тұра берген. Иван соңында не в тему. 80. Менің төмен, бірақ нормально. Ну что ж, дорогие друзья, наши подписчики, сейчас моя очередь. Ну что ж, желайте мне удачи, благополучия. Давай. 7500-ның бағы. 80-нен төмен 80 звондап тұрсың. X-класс кеттік. Даны бас. И мен айтамын саған кім звондау керек екен. Мен айтамын саған, примерно. Нормально шығады, 90 шығады. Сразу ма? О, да ну. 84 рейтингтен жоғары бұяқта. Бернардо Силва. Бой. И сонымен достар, біз 84 рейтинг, 82, 80 рейтинг жинады. Енді Алмаз, Сәбден кімге звондасын? Блогерлер ма или басқа бір компания, организация? Мен ойымша, блогерге звондаған қызық. Мен 3 блогер номері бар менде. Кімдер бар? Нонидің бар, Нони KZ деген, Нұрлан еген бір, Арман Пирман и Майк Миллердің. Нұрланға звондасың. Да, Нұрлан дейсің ба? Нони KZ қоя? Иә. Так, Нони KZ-ке звондасың, Нони KZ-дің номері менде бар, қазір қой тұрыңыздар, 1 минут. Так, кетті ал, тыныш. Гудок кетті. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы кеш, бұл Нұрлан ба? Иә. Менің есімім Тәжібеков Жасұлан, мен сізге Теледова центрден хабарласып тұрмын. Қайдан? Теледова центр. Аха, сізге кеш хабарласып тұрмын, айып етпеңіз. Бізден ол Теледовада акция болып отқан, бәріне хабарлас атты. Содан 1800-дей біздің абоненттеріміз осындай бір керемет жаңағы нелерге не істеді, сипаттар. Оның 300-і бағалы жаңағы сыйлықтарымыз бар. Сізге сол 300-дің ішіне сіз кіріп тұрсыз. Бір бағалы сыйлықтарымыз бар. Соны сізге жаңағы карточкамен ба, или бір өзіңізге бір жеке берсек, қалай сізге берсек болады, соны айта кетсеңіз. Жарайды, жақсы, ол не сыйлық ол? Сыйлық болғанда ол зат па, или ақшалай ма? Зат. Не зат ол, қандай? Не ғой, 70 граммдық джин. 70 граммдық ол немене? Джин. Не ол, не зат ол? Алло. Алло, саламатсыз ба? Жаңа менің байланыста менің әріптесім болған еді. Кешірім сұраймын. Байланыс аясына тыс жерде болғаннан кейін үзіліп қалды, өкінішке орай. Қазір енді бізде 70 граммдық джин еді ғой жаңа біздің сыйлық. Нұрлан, Нони. Таныдың ба? Жоқ. 70 грамм джин құтты болсын біріншіден, және де біз не ғой, Тарас FIFA жаңа кішкене біз челлендж. Дауысың ұқсап тұр, біреуге кім деп қоям, бұлай ойланам. Сен алдандым, брат, 70 грамм құтты болсын. Теледованың атынан жалған деп ойладым мен. Егер осы теле2-ні тағы да 2 жыл қатарынан ұстасаңыз, сізге 70 грамм емес 80 грамм болады. 80 грамм бола ма?
2 жыл бойы. Дальше пранковать ете берейік, иә? Типа. Ешкімге Давай, айтпа, давай, ешкімге давай, айтпа, сәттілік. ешкімге айтпа. Ешкімге айтпай ақ қой, иә? Окей. Все, рахмет, Нони, Давай. красавчик. Давай, сәттілік. Нони, сен үшін давай, Нони үшін лайк. Кетті ал, бізде алмастың кезегі. Бағана өтті, енді көрейік қалай болатынын. 84-тен кейін подряд тағы да бір мықты рейтинг шықса білмеймін мен не болатынын. 77. Ринка. Звондап тұрмыз. Давай, 78 нормально. Соң жағына звондасам жетеді маған негізі. Рарный игрок Алгерия. 79 Манди. нормально. Кетті ал Сәбден кезегі. Сәбден қандай ойыншы шығарады екен көрейік. Типа Рубен гол. Осыма соққан өткенде гол. Кеше ғана соқты. Кеше ғана мықты гол соққан еді бұл ойыншы және де. Так, сенде ғой Сабо, сенде ең көп рейтинг сенде ғой. Аха, 80. Кімге звонда дейсің мұны? Блогерлер болды, басқа блогерлерден Мамаға бөлек звондайды істейді. да. Қазір барамын деп айтамын. Болды ма зұма? Анау блогерлерден бөлек басқа біреулер болса негізі. Я кішкене. Давай бір Разнообразие болсын. фастфудқа ма? Пицца. Пицца, е? Давай пицца. Давай Не деп пицца. айтамын ғой? Көресің енді қазір. В общем, қуын керексің ғой, төйтеден керексің Все, ғой. давай, қалмай жатыр. Ассалаумалейкум. Не ма, фастфуд па? Брат, не бар ма сізде бір зор? Бір зор. Тамақ бар ма, брат? Просто тамақ жегім. Не болды? Мастан болмайды бұлай. Так, бізде келесі фастфуд. Көрейік. Не болады? Главный крутой мол. Алло, саламатсыз ба? Алло, Саламатсыздар ма? Дамас Байтовен. А это фастфуд, да? А? Фастфуд па? Я. Прикольно. Не бар ма сіздерде хот-дог? Да? Это там мне с собой меня. Мам, простой или два? Сколько хот-догов? Хот-дог, 2 хот-дога, короче, без сосиски. А? Алло. Два хот-дога простых с собой, да? Да, этот без сосиска, пожалуйста. Вы издеваетесь, что ли? Я вам серьезно говорю, без сосиска. Без сосисок? Ага, 2 хот-дога, простой. Все, окей. Еще у вас айран есть? Да, айран есть. Ага, айран туда сахар. Сахар ложите туда? Нет, айран не открывается же. Алло. Да. Да, айран есть простой. Все, 2 айран. И? И домалок на свои есть. А? Алло. Алло. И? На свой домалок. И? Қазір бұл абонентің байланысы. Бля, Даттау болмай отыр, күн жіберіп отыр мен, ё-моё. Нормально. Орындалға сияқты жеген. Орындалды енді бұл жағы. Кеттік дальше. Кетті ал. Пак, ашылды. Көрейік. Аха. Нерарный. Және де... Кешірім сұрайым, сондай. Қараңыздар, не ғана 77 рейтинг. Сәбден кезегі. Не үшін өткіздің? Білмеймін ба? X салды. Мақыл. 78. Базар жоқ. Тек 77 ма? Мен 77. 75, 76, давай. Ай, жоқ. Пищик 81. Алмас, кімге звондайын? Блогер, либо фастфуд. Да, фастфуд болсын. Фастфудқа типа андай вообще. Ма, хот-дог без сосиска деген Болсын. Тупить етім керек, ой ішіме. Қуасың ғой. Сонымен достар, бізде тағы да фастфуд. Главное, күліп қоймау. Алло, здравствуйте, фастфуд-тайм. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Ассалаумалейкум. Неге бұл фастфуд доставка бар ма сіздерде? Қай жерде? Анау Тараз қаласына. Екінші микрорайон. Екінші микрорайон. Екінші микрорайон. Сума қаншаны? Маған мен заказ беретін болсам, маған анау не бар ма сіздерде? Атқандай атын ұмытып тұрғаным ай. Анау нан бар ғой, нан ше? Нан. Қандай нан? Анау колбаса бар ғой, колбаса.
Иә, сол хот-дог сияқты анау колбаса болады, нан болады. Сол не сол атым тұрмын. Қандай айтып едіңіз ғой сіз? Хот-дог. Когда уехал? Майонез болады арасында, иә? Майонез бола ма? Майонез болады, иә, ішінде? Ага. Иә. Сол Қанша сізге керек? 2 телеграмға как минимум 3 мың доставка болу керек. болды, ақша бар. Жоқ. В смысле, тамақ 3 мыңға алады. Бір 2 хот-дог апармайды. Түсіндіңіз ба? түсіндім. Кешіріңіз, тамағым ауырып тұр еді мен кішкене ше. Сізде Если заказыңыз үлкен болса апарады, а так уже тағылмыр болады. сізде баранина шашлик бар ма сізде шашлик? Жоқ. Шашлык где только сырой. Кәуап ше, кәуап деген бар ма? Кәуап деген бар емес па анау? Нан бар ғой. Анау екі пачка домалақтан сояр ма? Хот-догтан 3. Соның қасына іске басар сізде дасбай бар ма? Бақ қалай шыдап отырсың деп күлмей ебай мен бағана көріп қойдым. Ятылды жаманы. Егер де осы видеоны случайно көріп қалсаңыз сіз ренжімеңіз. Кешірім сұрайын. Тек әзіл үшін. Бәрінен кешірім сұрайын. Ешқандай айбида болмасын. Оның үстіне мына жақта ше көп адам ойлауы мүмкін, сендер не болды, әпкелермен ойнап, мазақ қылып отырсыңдар ма жұмыстағы адамдар деп. Бұл жай ғана әзіл достар, біз ешқандай оларды алдыртып жатқан жоқпыз. Жай ғана Көңіл көтеру үшін сіздердің де, олардың да. сондықтан бізді дұрыс түсінуге тырысыңыздар. Кеттік дальше. Что-то енді мен ұтылып қалатын сияқтымын бар ғой. Что-то бүйтіп кезекпен келе жатырмық қой. Көреміз енді. Алкетік ашып көрейін. Так. 86 рейтингтен төмен әйтеуір. 84-тен де төмен 77. Ибич дейді. Сәбден кезегі сонымен бізде 77 рейтингтен төмен болса білмеймін енді. 77 рейтингтен Кот д'Ивуар. Тоттығып 81. Орие. Сержария. Тағы да 2 рет қайталап. Нормально. Испания. Опа. 75. 81. Айттым ғой, жүрегім сезді ғой мен осы. Ана жүрегің. Так, біз ол кісі бір нормальный бір вариант іздейік, прикольный вариант іздейік, соған кейін сондайтын боламыз. Мына кісі сондап көрейік, қалай қарайсыңдар? Туфли 1000 теңгеден дейді, майы. Еще туфли түрін қара. Көрсет. Мына туфли адамдар көрейік. Бұл орыс, қазақша сөйлейтін орыс болса ше. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум. Қалайсың, брат? Жақсы. Брат, мынау OLX-тан звондап тұр едім. Туфли сатам депсің ғой? Қайсысы именно? Қара. Лакированный ма? Лакированный ма? 1000 теңгеден деген ше. Иә. Бар ма, брат? Сатылып кеткен жоқ па? Бар. Как раз осындай туфли таппай жүрем. Иә. Брат, қай жақта тұрасың сен? 3-ші микрорайон. Народный банкдасың ба? Сол жақ. Ой, емайна зарядка не болып кетті. Брат, мынаны спарчикамен кисе бола ма? Ал? Түсінбедім. Спортивкамен кисе бола ма деймін. Болмайды. Алло. Спортивкамен болмайды? Алло. Естілмей жатыр, брат. Алло. Алло. Спартикамен болмайды дейсің ба? 900-ге берші, брат, алып кетейін. 900-ге берші. Мыңға алсай мыңға. Қазір қай жердесің? 3-ші микрорайон келе берсек, қазір алатын болсақ. Братым, Дубайға келсе бола ма? Алло. Не дейді? Дубайға келсе бола ма деймін.
Ё-моё, мынау натур мен прикол қылып сақ болған шығар десем, достар мынау туфулит базары нет. Просто я в шоке, ё-моё. Всё, задание орындалды, кеттік дальше. Соңғы болып кім звондайды екен көрейік. 79 нормально, жігіттер. Вообще бек сатылып тұрған. Так, ашылды. Рарный игрок, рарный. Брат. Рарный болса да. 77 рейтинг. Примерно, в общем, примерно 7 Удача минут. ойнамай жатыр. Да, кетті. Мен кезегін көрейік енді. Сразу басқаша сразу. Давай. Ага. Давай. Және де ең соңғы біздің звонокты Сәбден либо Алмас кім? Тағы да рарный игрок. Пабло Сарабия емес па? Соляр. Так, Арман ба или Дәулет Балабай ма? Арман ба Балабай ма? Арман Сендірші задание. Арманға плотно прикол ұстай қалды. Давайте, Арманның не? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Арман ба екен? Иә. Аха. Сізді кеш мазалағаныма ренжімеңіз. Айта Қазір беріңіз. қолыңыз бос па еді? Бос, айта беріңіз. Аха, мен Теле2 центрден звондап тұрмын. Ага. Бізде акция болып жатыр. Қазақстан бойынша 1892 адамның ішінде 886 адамы бағалы сыйлықтарды ұтып алды. Соның ішіне сіз кіріп тұрсыз. Сізді құттықтап қояйын. Сізге сый-сияпатымызды қалай тапсырсақ болады? Сіз қай қалада тұрасыз? Мен Алматыға келетінміз. Не ол? Не зат именно? Аха. Так, Алматының қай жағында тұрасыз? Мен қазір Шымкенттемін. Негізі Алматыға жұмыстармен бара жатырмын. Құдай қаласа ертең күндіз бір күн боламын ғой әлі. Шымкентте туыстарыңыз тұратын бе еді? Иә, ол не зат айта аласыз ба? Біз осындай акция ұйымдастырғанбыз Теле2 центрі. Соның ішінде, жаңа өзім айттым ғой, аз адамдар ғана сый-сияпатын апарып беріп жатырмыз. Сол сый-сияпатты сізге қалай удобно қылсақ болады? Біз өзіміз апарып береміз. Қаяқта, Шымкентте тұрма, Алматыда тұрма? Жоқ, біз салып жібереміз ғой, өзіміздің адамдарымыз апарып береді сізге. Алматыдан алып кете алмайын ба? Соны сізден сұрап тұрмын ғой, сіз алып кетесіз бе, әлде біз апарып тастайық па? Мен алып кете аламын ертең, принципе. Немен алып кете аласыз? Машинамен келесіз ба, автобуспен келесіз ба? Жоқ, немен келсем келе аламын ғой, любой нәрсемен келесеңіз алып кетемін. Просто егер таксимен келетін болсаңыз, мына жақта менің інім бар да. Алло. Аға, енді ешкімге айтып қоймаңызшы. Інім бар еді. Соны таксист болып жұмыс істейтін аға, сол інімді аласыз ба менің? Қайда алып кеттім аға? Алло. Кім ол? Мен інім таксист болып жұмыс істейтін жаңа подарған інім таксистін жалайсыз ба? Алло. Да. Естілмей жатыр ғой? Не жатыр өзі? Мен естіп тұрсыз ба сіз, Арман? Иә. Аха. Сый-сияпатымыз қандай деп сұра? Алло. Да. Естіп тұрсыз ба? Кім бұл? Біздің ең басты сыйлығымыз 70 граммдық жейін. Құтты болсын, Арман. Түсінбедім. Алло. Да. Мына жақта басқа сейт қосылып кетіп жатыр ғой. Тұтамай жатыр, мен адамды жолдамын қазір. Алло, Арман. Да. Сіздің аяғыңыздың размері қанша? Ау? Аяғыңыздың размері қанша екен? Келгенде айтайыншы одан айтып отырған. Мен қазір бес сатқан жоқ, үзіліп. Жеткен кезде онда звондаңыз, аман есен жетіп алыңыз. Жеткен кезде осы номерге хабарласыңыз. Біз сізді мына жақта саунамен, қыздармен дайындап отырамыз. Болды, хорошо. Давайте, біз сізді сүйеміз. Негізі біраз нәрсе дайындеген бар ғой. Сонымен достар, бізде видео аяқталды. Кімнің? Нони кезеттің реакциясы ұнады ма или Арманның реакциясы Екеуіне ұнады де ма? бірдей пранк істедік, Теле2-дан болып звондадық. Қайсыныкі лучше, күлкілі, мықты болды, соны астына комментарийға обязательно жазыңыздар. Нони либо Арман. Сосын достар, егер осындай видеолар ұнапса, астына ұнады, тағы да түсіріңіздер десеңіздер, біз әрине түсіретін боламыз. Ол үшін бізде қанша лайк болу керек? 5000. Давайте 6000. 6051 лайк болса, осындай видео түсіреміз достар. Бәрі сіздер үшін. Сіздермен бірге алған Тарас, FIFA, Алмаз, Сәбден.
Давайте. Барлық подписчиктерге рахмет бізбен болғандарыңызға. Біз әлі болды шу. Қолым басқаша кетіп қалған ағайын өскені